Ассалаумағалейкум, қайырлы уақыт. Бүгін бұйырса бір қысқаша эфир болады. Және бұл эфир өте құнды эфир. Өміріңізді өзгертетін техника десе болады. Қазір бөлісіп қоюларыңызды сұраймын. 8 адамға кем дегенде, 88 адамға, 8 чатқа. Қазір біздер жалпы состоятельный деген нәрсені естиміз ғой, мысалы, оны көбінесе дәулет адамдар айтылады. Бірақ состояние деген нәрсе не? Сол туралы айтатын боламыз. Состояние деген нәрсе сіздің ішкі состояниеңіз. Ішкі состояниені қалыпқа келтіру үшін қазір 15-20 минут шамасында ғана болады эфир. Медитативный состояние түсеміз. Состояние альфа. Сол альфа состояниеде өзіңізді қалай сезінесіз, қалай сезіну қажет өзіңізді. Ең бірінші, біздің мына логикамыз, ақылымыз жібермейді бізді. Сондықтан да логикамызды, ақылымызды, ойымызды денеміздің сыртына шығарып. Сол кезде сіз ештеңе болып қаласыз. Қалай ештеңе болып қаласыз? Сіздің қалаған жағдайларыңыз, қалаған ойларыңыз өзімен орындалып кетеді. Сіз ойлағаннан да жоғары дәрежеде. Қазір медитацияны қосамын, бұйырса музыкасын. Сосын менімен бірге көз жұмып жасап отырсаңыз болады. Көз жұмамыз, терең дем аламыз. Дауыс шығып жатыр ма? Өзіңізге ыңғайлы. Тек ұйықтап кетпеу керек. Әр уақытта өзіңізді ұйықтап кетпей қойыңыз. Жатсаңыз да болады, отырсаңыз да болады. Өзіңізге ыңғайлы болып тұрсаңыз болады. Кеттік, көз жұмамыз, терең дем аламыз бір рет. Демді аузымен шығарамыз. Екінші рет қайталаймыз. Терең дем аламыз, жеңмен дем шығарамыз. Денемізді босатамыз деп шығарған кезде. Бүкіл денемізді босатқанын сезінеміз. Қазір аяғымыздың башпайларын сезінеміз. Және босатамыз. Аяғымыздың башпайларының көлемін сезінеміз. Оның айналасындағы кеңістік сезінеміз. Тобықтарымыз сезінеміз. Тобықтарымызды босатамыз. Тобықтарымыздың айналасындағы кеңістік сезінеміз. Балтырларымыз сезінеміз. Босатамыз. Балтырларымыздың айналасындағы кеңістік сезінеміз. Балтырымыздың көлемін сезінеміз. Тізелеріміз сезінеміз. Босатамыз. Тіземіздің көлемін сезінеміз. Оның айналасындағы кеңістіктің көлемін сезінеміз. Сандарымыз сезінеміз. Босатамыз. Қозапқа жоқ, жай босата береміз, ойша босата береміз. Сандарымыздың көлемін сезінеміз. Айналасындағы кеңістік сезінеміз. Жамбастарымыз сезінеміз. Жамбастарымыздың көлемін сезінеміз. Жамбастарымыздың айналасындағы кеңістіктің көлемін сезінеміз. Кеңістік сезінеміз. Ішімізді, белімізді, арқамыздың төменгі бөлігін сезінеміз. Ішіміздің, арқамыздың, беліміздің көлемін сезінеміз. Оның айналасындағы кеңістік сезінеміз. Арқамыздың жоғарғы бөлігін сезінеміз. Жауырынымыз сезінеміз. Иықтарымыз сезінеміз. Кеудемізді, төсімізді сезінеміз.
оның айналасындағы көлемді кеңістікті сезінеміз. Жүрегімізді, өкпемізді сезінеміз. Жүрегіміздің, өкпеміздің көлемін сезінеміз. Оның айналасындағы кеңістіктің көлемін сезінеміз. Мойындарымызды сезінеміз. Мойнымыздың көлемін сезінеміз. Мойнымыздың айналасындағы кеңістікті сезінеміз. Иегімізді сезінеміз. Иегіміздің көлемін сезінеміз. Босатамыз. Иегіміздің айналасындағы, жағымыздың айналасындағы кеңістікті сезінеміз. Ернімізді сезінеміз. Ерніміздің көлемін сезінеміз. Ерніміздің айналасындағы кеңістікті сезінеміз. Мұрнымызды сезінеміз. Босатамыз. Мұрнымыздың айналасындағы кеңістікті сезінеміз. Бетімізді сезінеміз. Босатамыз. Жай босата береміз. Босанғанын сезінеміз. Оның көлемін сезінеміз. Сол бетіміздің айналасындағы кеңістікті сезінеміз. Көзімізді сезінеміз енді. Босатамыз. Жайынан жібереміз. Көзіміздің көлемін сезінеміз. Көзіміздің айналасындағы кеңістікті сезінеміз. Құлақтарымызды сезінеміз. Құлағымыздың көлемін сезінеміз. Құлағымыздың айналасындағы кеңістікті сезінеміз. Маңдайымызды, самайымызды сезінеміз. Маңдайымыздың, самайымыздың айналасындағы кеңістікті сезінеміз. Түгел басымызды сезінеміз енді. Бүкіл басымызды босатамыз. Бүкіл басымыздың айналасындағы кеңістікті сезінеміз. Барлық денемізді сезінеміз. Денеміздің көлемін сезінеміз. Босатамыз. Сол денеміздің айналасындағы кеңістікті сезінеміз. Осы отырған, немесе жатқан бөлмеміздің кеңістігін сезінеміз. Бөлмеміздің кеңістігі қандай, соның көлемін сезінеміз. Осы бөлмеміздің кеңістігінің тұрған кеңістікті сезінеміз. Бұл айналадағы кеңістікті сезінеміз. Терең демаламыз, ем шығарамыз. Бүкіл әлемді кеңістік сезінеміз. Бүкіл әлемдегі кеңістік сезінеміз. Өзіңіздің отырған, жатқан, өзіңізді үстіңізден, сыртыңыздан көресіз. Өзіңізді көріп тұрсыз сыртыңыздан. Көтерілеміз. Өзіңіздің отырған, жатқан, үй болсын, жұмыс болса жұмыс болсын. Сол ғимаратты үстінен көреміз. Көтеріліп баратырмыз. Сол ғимараттың тұрған микро ауданын көреміз. Айналасындағы жолдарын, көшелерін көреміз. Көтеріліп баратырмыз. Сол қаланы көреміз. Немесе ауданды, немесе ауыл болса ауылды. Сол мекен-жайды көреміз. Көтеріліп баратырмыз. Сол өзіміз тұрған облысты көреміз үстінен. Көтеріліп баратырмыз. Сол өзіміздің отырған мемлекетті көреміз. Қазақстан болса Қазақстан, шетел болса шетел. Қай мемлекетті болса соның мемлекетті үстінен көресіз.
көтеріліп бара жатырмыз. Сол материкті көресіз. Сол материк түгелімен көріп тұрсыз. Евразияны, Американы, оңтүстік Американы, Африканы, Австралияны көтеріліп барасыз. Бүкіл жер шарын көрдіңіз. Мұхиттар, материктер көтеріліп бара жатырсыз. Күнді көрдіңіз. Күн системасын көрдіңіз. Күннің айналасында айналып жүрген 9 планетаны қақ ортасында күнмен көріп тұрсыз. Көтеріліп барасыз. Құс жолын көрдіңіз. Құс жолы галактикасын көрдіңіз. Құс жолы галактикасының үстінен көріп тұрсыз. Көтеріліп барасыз. Бірнеше галактикалардың тобырын көрдіңіз. Айналаңызда жұлдыздар топтаған. Кең кеңістік, шегі жоқ, шексіз кеңістік көрдіңіз. Жаймен жақындаймыз. Төмен қарай түсіп келе жатырмыз. Құс жолын көрдіңіз. Түсіп келе жатырмыз. Күн системасын көрдіңіз. Айналасындағы 9 планетаны. Түсіп келе жатырсыз. Жерді көрдіңіз. Мұхиттар, материктер, түсіп келе жатырсыз. Өзіңіздің еліңізді көрдіңіз. Мемлекетті көрдіңіз. Жақындап келе жатырсыз. Өзіңіздің облысыңызды көрдіңіз. Жақындап келе жатырмыз. Қалаңызды көрдіңіз, үстінен көрдіңіз қаланы. Төмен қарай түсіп келе жатырмыз, жақындап келе жатырмыз. Отырған мекен жайыңызды көрдіңіз. Микрорайон, ауыл, аудан. Жақындап келе жатырсыз. Өзіңіздің отырған ғимаратты көрдіңіз төбесінен. Түсіп келе жатырмыз, жақындап келе жатырмыз. Ғимараттың үстіне келіп қондыңыз. Жақындаймыз. Отырған бөлмеңіздің төбесінен өзіңізді көріпсіз. Отырғаныңызды, не жатқаныңызды. Жақындап келе жатырсыз. Терең демалаңыз. Өзіңіздің ішіңізге кіреміз. Денеміз сезінеміз. Терең демаламыз. Көзді ашамыз, оңға қараймыз, солға қараймыз, күлімсірейміз, керілеміз, созыламыз, өзіміз құшақтаймыз, жақсы көреміз. Транстан шығамыз. Осындай медитацияларды жасау қажет негізінде. Байқадыңыз ба, сіз осы медитацияның кезінде таза осы шақта болдыңыз. Осы шақ деген осы. Ең бірінші адам баласы осы шақта бола алу қажет. Әйтпесе біздің осы жерде отырамыз. Бірақ болашаққа кетіп қаламыз, уайымдап, қорқып немесе өткен шаққа кетіп қаламыз. Ашу шығуы мүмкін, реніш шығуы мүмкін, өкініш шығуы мүмкін деген сияқты. Қалай сіз осы шақта боласыз? Сіз бақытты сезінесіз. Негізі бақыт осы шақта. Бұл қысқаша ғана эфир, қайырлы күн. Осы медитацияны ұсынам. Бір апта бойы үзбестен, таңертең ұйқыдан тұрған кезде, немесе түскі бір ұйықтайтын болсаңыз, демалатын уақытыңыз болса, сол уақытта қарасаңыз көп болса бір 15 минуттың шамасында, бірақ сол 15 минуттың өзі сізге өте көп энергия құяды. Немесе ұйықтар алдында, кешке.
неге адам ұйықтан тұрған кезде, оянған кезде, әлі тұрып кетпеген кезде мидағы толқын жиілігі альфада болады, өте жай соғып тұрады. Осы состояние альфада болған кезде сіздің ішкі жан дүниеңіздің денсаулығыңызды барлығын түзеп алуға болады. Немесе кешке ұйықтар алдында ұйқы кетіп тұрған кезде, бірақ ұйықтап кетпеу қажет. Рас басында ұйықтап кетуіңіз мүмкін, сіз нормально, ол норма. Артынан бірақ ұйықтамай істеген жақсырақ болады. Сіз үшін де, біз үшін де қайырлы берекелі болсын. Бөлісіп қойсаңыз болады, достарыңызбен, таныстарыңызбен. Негізі үнемі осы шақта болған абзал. Әрине мындай нәрселер бар. Сонда жоспар құрмаймыз ба, жоспар құру қалай болады деген сияқты. Жоспар құрылады. Бірақ сіздің жоспарды құрған кезде оның жағдайлары өте көп. Бізде ақыл мен логикамен есептеп кетеміз негізінде. Қалай сіз осы жаққа түсесіз, жоспарыңызға сәйкес сізге өзі сезім түйсік арқылы беретін болады. Енді оны қалай дамытамын, ол түйсікпен байланысты қалай күшейтемін дейтін болсаңыз, онда 2 айлық менторлығым бар, соған қатыссаңыз болады. Бұлай денсаулықтағы мәселелер болсын, қарым-қатынастағы мәселелер болсын, ақшамен байланысты қарым-қатынастағы мәселелер болсын, оған арнайы қабылдаулар бар. Сол қабылдауларға жазылсаңыз болады. Ол үшін мен профильде ссылка тұр. Сол сілкіні бассаңыз, WhatsApp-қа шығады, сізге бірден бот жауап береді. Сосын артынан мен өзім көрген кезде, қолым тиген кезде міндетті түрде жауап беретін боламын. Немесе ондай түсінбеймін дейтін болсаңыз, онда дайректке жазсаңыз болады. Комментарий жазып берсеңіз болады. Немесе нағыз Instagram көп түсінбейтін бір адам болатын болса. Сонда жалпы біздің қандай состояниеде, қандай жағдайда болуымыз, ақшамен қарым-қатынас болсын, адаммен қарым-қатынас болсын, денсаулықта қарым-қатынас болсын, бәрі қарым-қатынас негізінде біздің ішкі состояниеміз, ой-түйінімізге байланысты. Жасаған ой-түйінімізге. Бұны программа десе де болады. Мысалға, компьютерға новый кезінде оперативный системаны орнатады новый. Ол жақсы жұмыс жасайды, артынан что-то тормозить бастайды. Мүмкін вообще ашпай қалады деген сияқты. Ол уақытта әртүрлі флешка салғаннан кейін, әртүрлі дисклер салғаннан кейін оған вирусный программалар орнатыла бастайды. Сол сияқты біздің де түйсігімізге әртүрлі негативті бағдарламалар, программалар, ой-түйіндер орнатылады. И соның кесірінен біздер сознательный уровеньда логикамен, ақылмен оны шеше алмай жатқан болуымыз мүмкінбіз. Бірақ оны жасырын ойлар десек болады, түйсіктегі қалып қойған манағыдай негативті ой-түйіндер десек болады. Оны арнайы алгоритммен қабылдауға қатысатын болсаңыз, қабылдауда қай жерде қалған, соны анықтап, арнайы алгоритмді тауып, өңдеген кезде шешіле бастайды. Ол қалай болады десеңіз, мысалға, актуальныйда отзывтар деген бар, соны басып, ішіндегі менде қабылдауда болған бірнеше отзывтар бар. Мүмкін бір 50 шақты отзыв бар шығар, бірақ қабылдау менде мүмкін 500, мүмкін 1000, қазір ұмыттым қанша екенін, 3 жылдан бері адам қабылдап жатырмын. Соның ішіндегі кей отзывтар салып қойғанмын. Бәрін емес, және де ол актуальныйдың өзі 50-ден артық қабылдамайды. 51 салған кезде ол жағы бірінші салған кетіп қала береді сөйтіп. Сондықтан ол жерде сол 50 шақты отзыв бар. Терапия қалай болады десеңіз, ол терапия дегенде бар. Ол жерде қандай мәселемен келді, түп ядросы не болды, шешілді деген сияқты. Соны қарап ұсынамын. Аккаунтқа тіркеліп қойыңыз міндетті түрде. Көптеген, мүмкін 500 деген видеолар бар, қарап шықсаңыз болады. Қайырлы берекелі болсын, пайдасы тисін дейміз. Сұрақ болмаса, осымен бұйырса аяқтаймыз. Бүгінгі эфир қысқаша. TikTok парақшаға жазылсаңыз болады. TikTok парақша тап осындай БСП нижний пробел Асанов. Ол жерде де көптеген видеолар бар. Және ол жерде мен стримға, Инстаграмға қарағанда ұзағырақ шығамын. 1 сағаттың шамасында, кейде сағат жарым шамасында ол жерде стримде болады. Стримде көптеген мәселені шешеміз. Ал Инстаграмда бір 15-20 минуттың шамасында. Жақсы, сау болыңыздар.